Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге миксерсіз, оп-оңай венчикпен ғана жасалынатын осындай өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен не только пирог және кекстер жасасаңыздар да болады, және ортасын бөліп торт жасасаңыздар да болады. Қараңыздар, ортасы бәрі қалай күшті піскен. Бұл пирогты қонақтың алдына мен спокойно қоя аламын, өйткені дәмі деген прям ерекше, жасалуы тез және аз қандай ғана зат кетеді. Ал ең алдымен бізге пирогымызды жасау үшін осындай банкідегі сгущенка керек болады. 380 мг болу керек. Осылайынан құямыз жақсылап, одан кейін 3 жұмыртқаны жарып саламыз ішіне әдемілеп. Одан кейін венчиктің көмегімен жақсылап жұмыртқамызбен сгущенкамызды араластырып, әдемілеп 3-4 минут жақсылап бір-біріне біріккенше араластырып алатын боламыз. Одан кейін ерітілген сұйық майымызды қосатын боламыз ішіне. Жақсылап араластырып аламыз тағы да. Одан кейін ұнымыздың үстіне қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Ұнымызды толықтай салып жібермеңіздер, өйткені әр үйдің ұны әртүрлі, яғни сортына байланысты дегендей, бір 30-40 грамын баста алып қалыңыздар. Ал қалғанын салып араластырып алыңыздар. Одан кейін шамалы сұйықтау болып тұрса, содан кейін ғана барып саласыздар. Менде сұйық болып қалды, міне ұнның қалғанын салып жібердім. Мінекей, бізде осындай масса пайда болады. Енді ыдысымыздың үстіне алып, астына пергамент қағазын төсейміз осылайынан. Примерно 22-24 диаметрлік формаға салсаңыздар болады. Одан кейін пирогымызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған 150, 160 немесе 170 осы 3 градустың аралығында ғана пісіресіздер. 30-20 минут асықпай пісіресіздер. Өйткені бізде сгущенка болғандықтан ол тез пісіп, арасы кейбір жерде сұйық болып қалады, кейде піспей қалады. Одан кейін бетіне мен осылайынан мейізді алдын ала жуып, кептіріп, осылайынан салып шықтым. Сіздер қалауларыңыз бойынша кез келген зат салсаңыздар болады, шоколад салсаңыздар да болады. Мінекей, қараңыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Дәмі прям супер, қыздар. Жасап көріңіздер. Керек заттардың барлығын описаниеге қалдыратын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий басып кетіңіздер.